жатырмыз, мында келіп келіңдерші. Құрметті достар, қазір сіздерге 101 немесе 112 номеріне дұрыс хабарласпасаңыздар, қандай жағдай орын алатынын көрсетеміз. Айтпақшы, кезекші бөлімге ескертпедік. Өртке қарсы қызмет тыңдап тұрмын. Рахмет па? Өртке қарсы қызмет тыңдап тұрмын. Өртеніп жатырмыз, мында келіп келіңдерші. Не өртеніп жатыр? Мекен жайды айтыңызшы. Қызыл үй, қасында магазин бар, қызыл үй бар. Нақты мекен жайды айтыңызшы. Қобалжыман, қасында адамдар бар ма? Білмеймін, қасында. Ал енді ақпаратты дұрыс жеткізсеңіздер қалай болады? Өртке қарсы қызмет тыңдап тұрмын. Мында Қарабөгет көшесінде 44-ші үйде өрт шықты, ішінде адамдар бар. Аумағы шамамен 14 шаршы метр ғой дейін. Қабылданды, байланыста болуыңызды сұраймын. Жақсы, рахмет. Төтенше жағдайда ең басты сабыр. Сіз ақпаратты қаншалықты анық, дұрыс жеткізсеңіз, адам өмірі мен жеке мүлікті сақтап қалу мүмкіншілігі артады. Бір қоңырау, бір шешім, бір өмір. Дұрыс қоңырау қауіпсіздік кепілі.